Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ, үлпілдек, өте дәмді болып шығатын нанның рецептімен бөлісетін боламын. Бұны бір жасаған соң қайта-қайта жиі жасайтын боласыздар. Алдымен таза ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды құйып, ашытқы, тұз, қант, сұйық майымызды барлығын құйып жақсылап араластырамыз және де бір жұмыртқаның ағын қосатын боламыз. Бұл осы дәмді нанның рецебінің бір секреті деп айтуға болады. Өте жұмсақ үлпілдек болып шығады. Бір жасаған соң жиі жасайтын боласыздар ғой. Тіпті дүкеннен алғыларыңыз келмей қалатын болады. Және де ұнды електен өткізіп, осындай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бетін көтерілуге бетін жауып шетке қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын, өте жұмсақ. Мен бұны екіге бөлдім, үлкен-үлкен екі нан жасау үшін. Егер де қалауларыңыз бойынша күлше нанда жасасаңыздар да болады. Көтерілуге шетке қойып, көтеріліп болған қамырымызды ортасында видеодағыдай етіп басып шығамыз. Егер де сіздерде нан шұқығыш болса, нан шұқығыштың көмегімен қолдансаңыздар болады. Менде жоқ болғандықтан, яғни бір кішігірім лайфхак болсын сіздерге, үйдегі бар вилканы қолдандым. Онымен де керемет болып шықты. Келесі кезекте табамызға пергамент қағазын төсеп, үстіне нанымызды қоятын боламыз. Пергамент қағазын төсеудегі мақсат сондағы асты жабысып қалмау үшін. Егер де нандарыңыз қып-қызыл әдемі болып шыққанын қаласаңыздар, жұмыртқаның жаңағы ағын ішіне қостық сарысын бетіне жағуға қолдансаңыздар болады. Қолдану маңызды емес, егер де қолдансаңыздар қып-қызыл әдемі болып шығады. Осы жерде күнжіт пен макты араластырып сеуіп шықтым. Ерекше дәм береді. Міндетті түрде сеуіп қолданып көріңіздер. Осы кезде пешімізді 250 градусқа қыздырып қоямыз. Пешіңізде осындай қып-қызыл әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше, сондай жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Менің видеом бірінші сізге көрінетін болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Қара Шаш.